Саламатсыздар ма, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге бақытын жіберіп алған жігіт туралы әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де қазақша каналдың дамуына үлес қосып отырыңыздар. Бақытқа жету үшін әрбір адам армандауы керек. Соған байланысты армансыз адам болмайды. Біреуміз жақсы мекемеге жұмысқа тұрып алсақ, көп мөлшерде ақша тапсақ дейміз. Екіншіміз әдемі, денесі келісімді, ақылды қызға үйленсем деп армандаймыз. Үшіншіміз атағым дүние жүзіне жайылған, танымал болсам деп ойлаймыз. Біздің әңгіме етейін деп отырған кейіпкеріміз де бір мезетте көп ақша тапқысы келетін, әдемі қызға үйленгісі және дүние жүзіне танымал болғысы келген. Оның алға қойған армандарының барлығы да айқын еді, орындауға мүмкіншілік болғанда көрінеді. Бар болғаны сол армандарының орындалуы үшін жай ғана күш салу қажет болатын. Бірақ әлгі жігітіміз беделді компанияға жұмысқа орналасу үшін алдын ала өткізілетін сұхбатқа асығып бара жатты. Қыстың аязды күні еді. Кездесуге бірнеше минут қалған болатын. Сол үшін оған жолды тезірек кесіп өтуге тура келді. Кенеттен оның алдында аяғы мұзға тайып кетіп, ер кісі құлап қалады. Жұмысқа орналасуға үміттеніп келе жатқан кейіпкеріміз құлап қалған мас адам деп ойлап, қол ұшын бермей әрі қарай өте шықты. Жұмысқа орналасар алдындағы сұхбатта жолы болмады. Ол жұмысқа қабылданбады. Бірнеше ай өткеннен кейін жазды күні кешкі уақытта біздің армандауымыз қыдырып келе жатып көшеде өткізіліп жатқан циркті тамаша ойынға да тап болды. Ойын біткеннен кейін көрермендер тарқап жатқанда біздің армандаушымыз иығына біреу жай ғана қолын тигізді. Ол көрсетілген ойынның бас кейіпкері әйел клоун Несса болатын. Сізге цирктегі ойын ұнады ма? Деп жас жігітке сұрақ қойды. Бірақ біздің жігітіміз сұраққа жауап берудің орнына әрбірден соң онымен сөйлескісі де келмеді. Күндер өтіп жатты. Күз айы да келіп қалды. Bir жолы жаңбыр жауып тұрған уақытта ол үйіне асығып бара жатты. Себебі жылы ваннаны тезірек қабылдай салып, жылы төсекке жата кетіп, ұйықтау ойында бар еді. Есік алдындағы орындықта үсті-басы малмандай су болып жылап отырған әйел біздің жігітімізді көре салып, көмек беруін жалынып сұрады. Кешіріңіз, менің өте тығыз шаруам болып тұр деп, әйелдің өтінішін тыңдап болмастан аяғын жылдан басып өтіп кетті. Содан бері көп жылдар өтті, бірақ оның жер бетіндегі арманы нәтижесіз аяқталды. Күндердің күні ол аспан әлеміне жеткеннен кейін өзінің сақтаушы періштесіне бақытсыз өткен өміріне шағымдана бастады. Сен білесің, менің өмірімде 3 арманым болды. Соның біреуі де іске аспады. Досым, мен сенің армандарының орындалуына бар күшімді салдым. Ол үшін сен жай ғана қолыңды беруің, көзіңді жақсылап ашуың және жүрек жарасын жеңілдетуің ғана жеткілікті болатын. Сен нені меңдеп тұрсың? Есіңде ме? Қыста аязды күні сен жұмысқа орналасу үшін сұхбаттасуға бара жатқанда мұзға тайғанап құлап қалған адамға көмектеспеген едің. Ол кісі сен жұмысқа тұрмақшы болып жолығуға бара жатқан фирманың бас директоры болатын. Сені адам айтқысыз жоғары дәрежелі мансап күтіп тұрған болатын. Сенен жалғыз ғана қимыл қажет болды. Құлап қалған адамға қол созу. Есіңде ме, цирк ойынның бас кейіпкері жасамыс әйел клоунессаның әлсіз ғана саусағымен түртіп сұрақ бергені. Клоунесса рөлін орындаған өте әдемі, сүйкімді, ақылды жас қыз еді. Ол сені бір көргеннен ұнатып қалған болатын. Сендер келешекте өте бақытты отбасы, сүйкімді балаларың, сонымен қатар өмірі өшпейтін махаббатқа кенелетін едіңдер. Саған бір ғана қимыл, көзді ашып қарау керек еді. Есіңде ме, сенің үйіңнің алдында жаңбыр жауып тұрған күні жылап отырған әйелді. Сол уақытта оның үсті-басы малмандай су болып, жаңбырдың суымен бірге көзін сорғалап, жас ағып тұрған еді. Жылап отырған әйел өте атақты жазушы болатын. Ол өзінің отбасылық тағдырын бастан кешіріп, оған тек қана жабырқап тұрған көңіл күйін қолдау ғана қажет еді. Кітаптың бірінші бетіне осы еңбектің жазылуына шабыт беруші ретінде сенің аты жөнің көрсетіліп, дүние жүзіне белгілі болатын едің. Сен оған жауапсыз қарадың, титтей де болса көңіл аудармадың. Кейіпкеріміз демін ішіне тартып,
ай жарығының жолымен әрі қарай тұңғиыққа кете барды. Барлық уақытта есте болу қажет. Өмір деген кейде түсімізде армандауға болмайтын сыйлықтарды сыйлауы мүмкін екендігін ұмытпайық. Сондықтан аяғымыз ай жарығының жолына түспей тұрып, жанымыздағы адамдарға мейлінше мұқият қарағанымыз жөн болады. Себебі кейде бақытқа апаратын жол қасымыздан елеусіз өте шығуы мүмкін. Бақытыңызды жаздатайын жіберіп алмаңыз. Құрметті Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.